Абдикерим Муратов, Ақ қырдағы ақ бекет. Сыдығалы темір жол вокзалына поезды жөнөрден 2 сағат мурда келіп алыптыр. Билетті да 3 жұма баштылы алып қойған. Жайық каникулдан бері айылына бар елек 4 ай болыптыр. Келген соң уақытты қанты өткірерін білбей ары басты бері басты. Улуттық даамдардың Ақсу рестораны тарапта суыққа қарабай сыртта сыра ичкендер қажы құжу. Анда болса ашықча ақша жоқ, жолғы деп бөліп қойғындырғы тейбеші керек. Поезді 2 жолы шамшым қылады. Анан ақырқы вокзалға, Жаллабадқа чейін барса дағы бір нәрсе жеш керек. Жоқ, жияндан түшіп қалған қиыла ылайықту. Ал жерден Маданиятқа автобус болады. Айырден көпірі менен бүргөндігі өтсі, караванға жолулаш машина же такси шығады. Қаларға болса пұлым барғанда беремін дейді. Жаң жол райкомның жандағы еже сіңдісінің үйіне айдатып барып, жол кіресін алардан алып береді. Анан жезесінің машинасына отырып, арқытқа жөнөшеді. Ошентип жаңы жылды арқытта тосып алуға жетишет. Өткөндө бульвардағы переговордон эжеси менен ошентип сүйлөшкөн. Эжеси ал сөздү арқыттағы тенесине жеткирмек болгон. Алар болсо козусун союп алып, жаш бозосун сүзүп коюп, қолы қоңшысын чақырып өз тоқойларынан қиып келген балатыларын мектептегі елкадай жасап бұларды күтішеді. Сыдығалы атасының барбалаңдап бақылдап, «О, башқарма балам келді» деп, астынан құчағын жайып шыққанын, апасының чыныға су толтырып олының башына айлантып түкіртіп жатқанын, ағасын күті үргіліп отырып, соқыр кемпірге жетелетіп кеткен үкелері бірі-бірін ойғотып жатқанын елестетіп, Михаил Фрунзенің ат меніп тұрған қалдайған естелігін қарап тұрып, өзінчілі жымыңдап алды. Дзержин бульварын чилденің суығы үшітіп, дарақтарды аппақ буақтар ұрып, нық қар алсыз бұтақтарды иіп таштаптыр. 2 саат, 2 жылдай болып ақыры күттірген борына Фрунзе Жаллабад деп жазылған поезда перронға келіп тоқтады. Жүгі дәле жоқ Сыдықалы вагонна бірінші болып шығып купесіне кіріп, бірақ қайсы орынды иелерін білбей тұрып қалды. Бір уақытта купенің ешігі шараққа шурақ açылып, қарын бетіне шығарып өзі қырду, жеңіл киінген илмеген манты құлақ қарашылидей арық бір жігіт топ-тоғылық болып көпүйе киінген кемпірді ергештіріп кірді. «Мұна жатыңыз», деді жігіт, кемпірге астыңқы керебеттің бірін көрсетіп, салам алейке де келбей. Кемпір галошын чечіп, әлі шейшептері де салын елек кер матрастың үстіне қыңқая кетті. Аңғыча 4-ші жүргіншінің башынан мұрда ор құржыны көрінді. Құржындың артынан сақал мұрты барбайған, бетінен нұрты өлген ауышқа башпақты. Сыдықалы алгешінен құржынын алып, 1-ші қабаттағы 2-ші керебеттің астын açып, сандығына салып аттылы, ал бір нәрсені естігенде жігітке бұйра сөйледі. «Ой, жігіт, қоя тұр. Қызым жолға деп бірдеңелерді салып жатқан. 2 жұмыс қылмай соны бірден алып алайық». Құржындан алдығанша нәрсе шықты. Аппақ дастарқон, бышырылған бүтін ғұлғылы тоқ, чоққы көмілген мундир картошка, 2-3 түр салат, қаранан, арқыл консервалар, икралар, банкелерде пивалар. Анан үстел үстіне алардың арасындағы алақандың отындай бош қалған жерге ауышқа Наполеон коньягының бір бүтілкөсін тарақ кітіріп қойдылы. Кемпір чөчіп кетті да башын көтеріп, не болғанын біліп, «Хай, алдағы шайтаныңарды жоғатқыла. Бұл жерде намаз оқыған кішілер бар», деп қойды. Ауышқа болса кемпірге таң қыла қарады да, анан ал тамашалап атпағанына көз жеткен соң, мұғалімінен қорққан баладай бөтілкөні матрасының алдына тықты. Поезд ақырын орнынан қозғалды. Сыдықалының жүрегі түрсіл соғып içінен, ашыралының нарындан жасқан салам қатын күңгіреніп барады. «Келіңіз, байбіше, келіңдер, балалар, таныса отырайық. Менің атым Құдайберді. Жамбылдан ары Бесағашқа барам. Қазақпын. Нағашы апам қырғыз, сары руының қызы. Менің атым Сайфулла, апамның аты Қасиет». Байбішенің баласы апасын қарап жылмайып қойды да, «Апам танышқаныңыз үшін рахмат айтып атады», деді тамашалап. «Бәләкет, мен әтіңді алайын». Апасы улын урушуп же
Erkeletip atkany belgisiz, ordunan qozgolup atyp akyryn ün katdy. Senin atyňşy? Dedi Kazak awuşka 4-nji jolowçuga karap. Sıdygaly. O, sorat eken. Ataň molda bolgan şygar. Muny ukkanda jigit çoçup ketdi. Atasy menen apasy çoň ataňdan molda bolganyn, qokondan okuganyn hiçkimge aýtpa dep kulagyna kuya berçi. Hanam bul kazakçal kaydan bilet dep al kişini jaktyrбай kırady. Gel Sıdygaly, munalardy soy. Awuşka beline baylangan qurundagy kınınan taşken bıçağın surup çıktı. Amin. Ananalar koluna tigenin jep başladı. Özgüçö Sayfulla menen Sıdygaly kursagy kuruldap turgan bilim katığı getdi. Baybiçe buluçkidan kiçine sındırıp alıp, aldyna awuşka ustukan katary tartkan golgulunun töşünün oğuz tigendey mayda tıtıp oğuzuna saldı. Ha baybiçe, bulardy kızım salıp жатқан. Küýöw balam Kırgız. Eköw Moskowda partşkolda okup жүрüp tanyskan. Жаңы жылга kele kal dep telegram urupdy. Keldim. Жаңы жылga teyin tura almadım. Ketip baramyn. Eköw jumystan bosamaydy eken. Ja, mına 6 jyl boldy, balaly bolgan jok. Keyin deydi. Balasız üýde 3 gün hareň şydatym taşolga çykdym. Awulda mal bar degendey. A kempirçi? Sayfulla çydabay awuşkanın sözün buzdu. Ha kempir ketken. 7 jyl boldy. Başka tüşök jaňyrtmadyňyzby? Ha bolmady. Hazır kempirler küýewge çykpay galypdy. Mal al barby? Sözgö Sıdygaly da aralaşdy. Bar, Hudaýga şükür. 8 tüýe, 60 koy bar. 2 atta alma kesek minem. O ata, bay turbaýsızby? Sayfulla apasyny karady. Kırgız kempir ala beresizbi? Hey, ala berem. Şonda kança kalyň beresiz? Hey, maldym bärin berem. Muna baylyk. Hapa, karbaş kerek. Sonda anaň turmusda emespi? Turmuşy buzulgan. Balaket menetini alayın. Kempir çoçuy süýledi. Atam buzganda apamdy taşlap ketip kalgan. Kayda? O düýnege da. Kempirden başkası külüp kaldı. Kanday şay işes, baybişe? Awuşka kempirge kayrıldı. Kök. Sizler jigitler. Bizge mowlar bolad. Jigitler ekö birdey süýleşip alganday bankelerdi görsetdi. Anda uzatuvçuga aytkıla. Bir kök çay, bir boş çaynak alıp gelsin. Hop ata. Sayfulla kupenin eşigini açpay, may kolu menen çıkıp, zamatda 2 çaynak götürüp girip geldi. Awuşka akırığın bildirbey Sayfullaga gözüm dadyle, al kişinin ıraң başını okugan nemeken matrasının aldından kanyakta alıp çıkıp, arı karap boş çaynakke koyup taşladı. Kempir bir jagынан poyuzun silkildösüne, ekinci jagынан temir tor idişke salıngan şişe stakandarga kömbөгөнгө çaydy uurtay albay koydu. Meyli apa, beketke toktogunda içesiz. Sayfulla apasının çayını arıcıldırdı. A siz pamil çaydy içiňiz ata, suupta kalıptır. Awuşkaga jılmaya karap koydu. Suusap kalganby, awuşka katary menen ekini işte da nımşy düşdü. Anan kınkayı paratkan baybiçege ün katdy. Baybiçe, kaysamal uşurup biz bilen birge saparlasıp kaldyňyz. Nimeni aytaýyn? Kempir kayra jaylanyp oturdy. Mına o balakentiňde alayın balama geldim. Baldardyň kiçigi. Onda bütüp okuýym dep ketken boýdan jok. Prigbordan süýleşip goýat. Oşaga hiç kartım toybayt da, jügarym mezilip ketet. Palakatka jetkenden ele küreşetelem, Abdurrahman palbanday bolatelem dep, noqatka, oşqa, tajiklerge, özbeklerge küreşkeni getip kalat. Hemi Moskowga ketet eken, Taşkenge ketet eken. Leylekke kaçan gelesin desem, çempion bolgonda deyt. Kaçan çempion bolmog ele dep, özüm kelip karmap alıp aýlyk alıp ketip atam. Tova, küreştinde okusu bulawy. Hoşanda okuýym dep wara bolup jiret da. Hoy apa, koya tursaňyz jazda sözsüz çempion bolmakmyn. SSR sportunun çeberi boldum. Aýlyga barsam ele tolup ketem. Hazır ves kuup jirem. Kıştakka kiyindile barat elem da.
Ауышқа чықынақтай болған Сайфулланың башынан аяғына чейін бер сыйра көз сыдырып қарады да, таңқала сұру салды. Әй, қанша келді күресесің? 48. Жастықта етіп атып, ұратындай неме екенсің деп жатса. Оқисың ба? Қайсыда? Физкультурныйда? Бәрекелді балам. Мен баятан бері сізді ата деп атсам, сізді балам деп едіңіз ғой? Не, саған әке болсам болмай ма? Болады әлі. Мен тіпті тігіл жердің түбіне қаттавай, сіздің айылға келіп, қазы қарта, чучуқ жеп, күш топ-топ тұратылым. Сырды жылмая апасын тіктеді. Ой, саған Фрунзеңе өзім жеткізіп тұрар едім. Біз деген күресті білген халықпыз. Мен де кезінде күресіп көргем. Ауышқа бақылдай баштады. Меркеге жеткенде үстіл-үсті бош ой түшті. Отырғандар батақылы Ауышқа бычағын ақ тасмалға арчып қынына салды. Енді сәл көзілі болайын. Поезда ұйықтағанды жақсы көрем. Луговойдан өткенде оятып қойыңдар. Қазағымның даласына қарап барғанды өте ұнатамын. Керемет қой. Әй, балуан, сен әлге екінші қабатқа шығып жат. Анан Ауышқа Сайфуллаға енесі жатқан керебеттің үсті жағындағы жата тұрған тақта жайды көрсетті. Қойсоңыз жата, астында апам жатса, мен қантып. Қазақчал аға таңқала қарады да, онда мұна Сыдықәлі мен алмасы бол. Болбайды ата, онда мен атамды тәулеп қылам. Арытан кемпір сөзге аралашты. Бәләкет, мені тыңдалайын. Ауышқа жатар менен тезіле қоңырық тартып кірді. Чөчіп кетіп өйді болды да, чайының ақырқы құйымын шыпқап жұтып, ары қарап жатып, қайрыле қоңырығына түшті. Кемпір ұқтай албай жатты білем, ары одарылды, бері одарылды, улам-улам уылына көз тойбай атқансып қарап қойды. Сайфулла менен Сыдықәлі карта чауышып, дурақтың қызуысына кірді. Бірде анысы, бірде мұнысы ұтып алып, Луговойдан өткенінде Жамбылға кіріп келгенінде білбей қалыптыр. Жамбылға келіп қалдық, түше тұрғандардай адаңғыла. Купенің ешігінен ұзатуычы баш баққанда балдардың қолынан карта астырғып, ақсақалды түрткілей баштады. Ой, Құдай берді ата, тұрың Жамбылға келіп қалдық. Ауышқан ұйғыт албай Сайфулланың чөйпөй шығып кетті. Поезд Жамбылдың темір жол вокзалына ақырындап келіп, бір уақ оздығы тартылған аттай тық тоқтады. Жамбыл ғой, айналып кетейін ата қуанышым ғой, мен түсейін. Құдайберді ақсақал шашылып тұра баштады. Оқысырап чайнегінен чайын қойдылы, 3-4 тамчы араң сарықты. Мен түсейін. Ой ата, апам дүйші. Сайфулла Ауышқаның жүктерін көтеріп атып, оның шашқанына қарабай сұру ұзатты. Апаңа өзім барам. Сен қазір мекен жайын жазып бер, Сайфулла балам. Балдарымды айдап тіккілей лейлекке Құдай бөрісі мамыр айында жетіп барам. Ауышқа ұшынтті да байбичеге қолын сұнды. Жақсы жет қасиет. Кемпір Ауышқаның сұнылған қолына қолын берведі. Бірақ ордынан ызат қыла тұрды да, қайыр, жақшы қалың, бардан болыңыз, деп қошташты. Құдайберді Ауышқаны ұзатқаны Сайфулла менен Сыдықәлі жөніп қалды. Бәлекетіңді алайын, сен қаяққа? Кемпір ұлына аянышту да, сұрулу да тігілді. Атаны ұзалтып қойылы? Аның өзіле кетет. Ошынсы да бір нанды бөліп жеп, ырысқылаш болып қалбадық ба? Кемпір арғасыз терезені қарап отырып қалды. Поезд Жамбылда 10 минуттай тоқтойды екен, 10 шақты кеше чамасы бір топ күнден бері чоғы жүрішкен ғой, қара Волганы дал перрондың өзіне тоқтатып қойып, багажды açıp таштап ал жерге тамағашты толтырып бақылдашып арағы ішіп атыптыр. Сайфулла барып эле алардын бири менен кучакташып кетти да дасторконго кошулду. Уақыт өтүп паровоздун кыска анан узун чыккан гудогу угулду. Сыдыкалы Сайфулланы заматта таппай калды. Кичинекей неме эл арасынан көрүнбөй калдыбы деп биигирээкке чыгып да көз салды. Жок, тегил топ дале ордунан козголбойт. Черкелишкен вагондор козголо бергенде акыркы вагонго эптеп илешип, анын тепкичинде туруп да мойнун созуп Сайфулланы издей берди. Вагондон вагонго өтөр оор эшиктерди күч менен ачып, шарактаган тамбурлар менен улам бир вагондун экинчисине өтүп баратса,
Platformada aldın tosup bir kız jıldıra koybaydı. Ol çoyğun oğur sumkasını imeyip arağın götürüp kirgenge anasın elçürü jerge koyup salptır. Ağa, 8-nji vagon kayda? Kız jigitten izlep жүрген ordun sırada. Jigit tankılağa karadı. Bul özünün vagon emes mi? Kanjacı kupe? 4-nji? Bul bizning kupe go? Sıdıkalı bul vagondun, bul küpenin nomerin 3 hafta kayra karap jattab жүрбөdü mü? Geliniz, sumkanıma veriniz. Jigit kızın oğur sumkelerini götürüp kupenin eşigini aça bergende dal mаңдайында Kasiyet apa turuptur. Kana, dedi Sıdıkalığa çuğuluğu da, jalınıştığı da tilip. Tappay kaldım, bir kişilerge jolukkan. Sıdıkalı apası uğulun suravatkanın bilip ayıptuğday ün kattı. Kaydağı kişi bolsun, uşunday gök bette. Kırgızistan'ın çempionu bolbosam ayılga barbayım degen ele. Kaytıp ketken eken da. Hatası da uşunday göktügünen, rais menen karmaşıp jürüp aytkanынан kaytpay akırı bejal ölgen. Kasiyet apa uğurulutundu. Bahar unçukpay kaldı. Kempir üçün kupe içi karangı tüngü aylanıp, balası joğun kulda ordundan barıp masısını çeçip matrasının altına büktöy koyup, çabanın üstüne jap, teskeri karap bışaktap jatıp aldı. Sıdıkalı başın götürüp, bet mаңдайындағы jılmayıp turgan kızdı karap, esin birazga joğutup koydu. Bayatan beri bayqagan emespe, je nazar salbады bile, kızın appak şuva tonuna jaraşkan kunduz tebeteyi, butundağı ağ ötügü sulu çırayın andan beter kelişimdi görsedet. Jigit kızdı karap, "Ayaz kız emessiz be?" dedi özün jiyip. "Siz Ayaz ata bolsaňyz, men karşa kız bola berem. Jakynda жаңа жыл." Kız da azil sözgü azil söz menen жооп kıldı da, "Men kayda jatam ağa?" dedi. Kazak kızın doğuşu uşunçalık nazik, uşunçalık jagımdı eken, üstüne jigit Frunzeden Jambulga çeyin kazak avuşka jatıp kelgen kerebetin ekinci kavatın boş kelgen orundu görsüte berdi. "Al sizşe?" "Men bul jerge astyna." "Oy ağa, bolmaydı. Men sizin üstüňizge jatsam." "Naborot, siz menin üstüme jatyňyz." Kız kat kırıp güldele, anın akak tişleri büt betine çıray bire jarkıldады. "Açık kız ekensin." Sıdıkalı söz tappay kızargan boydan epte bir nerse aytıp kutuldu. "Kazaktın kızları usundaymiz. Poyizda gele jatkan kırgızdın jigitlerine tiisip kalmasak, ауылдар мысыға жетпей kalamız." Kızdağı jaydarlana güldü. Anın külküsü özüne uşunçalık jaraşadı ele. "Ауылдарыбызга жетпей kalabız deysin be?" "Iya, Atay, ауылдарımızga жетпей kalamız." "Tişip alıp anan emne kılasыңар?" "Karmakka ilingenderin göremiz endi." "Kayırmakta jemiňiz barby?" "Balyk unasa jem tabılady." Kızdağı güldü. Jigitke tike karadı. Aňgyçyly kupenin eşigi şartylap açılıp, bir ayal menen bir erkek uzun kıska bolup erişip girip geldi. Araktın jıtı burr etdi. "Oy eje, biz sizdi izlep jürbeýbizbi?" Erkektin joğun kopul üne ara karap jatkan kempirdi oýgutdy. "Botam, süýünsiňbi?" Kempir kelgenderge taňkyla karady. "Gülnur, senbi? Bu silerdi kaýsy şamalaýdap?" "Oy eje, bayağı jempetde okugan güläýimdi alıp kaçıp ketipdir. Talaska." "Ah, botam, toba de. Toba de beýle eje. Jerdiň tübü, okusun bitelek, alıp ketebiz dep bardyk. Barsak oy eje. Hey, sonun jer eken. Kudalarym altyn kişiler eken." Süýün teňselip atdy. Gülnur bolsa kelindi kılıp, ananın oğuzundan çıkkan jetta uyatkıla turganday bilem, jakyndabaydy. "Sen süýün, emne? İçbeytiren go? 40 yıl kayda algansyň ba?" "Keçiresije, kiçine içip koyduk. Hattan ara ayak deşti, su saktagıç deşti, çegara deşti, poyizga salmay deşti. Sayfulla jeýendi gördüm." "Kaýerden?" Kasiyet abanın gözünden ot çaçıp ketdi. "Jambuldun beketinden, bizdi kudalar uzatıp atkan, öz gelip görüştü. Taga degeninden karasam, jenim Sayfulla. Oy, sen kaydan desem, apamdı uşuğa çeyin uzatıp geldim. Taşkenge çeyin uzatıp barayın dedim ele, bir sügünü çoğun meldeş, jakşı boldu, siz ala getiňiz. Apam kapa bolbosun, 8-nji vagonda dedi.
Құдаларға женімді өлі мақтадым. Bir жолы аны менен жаңын оқатқа саба бағына барып күрөшкөнүн көргөнүмдү, женимди тараша палван дешерин, 10 балбандын далысын аш пешке койбой жер жыттатканын, СССР спортунун чебери экенин айтып атсам, кудам, «О, куда, 3 күндөн бери сен деле таластык болуп калыпсың» дейт. Кана, азыр ушул жерде кимин күрөшөсүңөр десем эч кимиси чыкпайт. Мен женим менен сыймыктанам эже. Biz Gülnur ekebиz talaska жөн эле разведкага келгенбиз. Кызыбыз сүйдүм, тийдим дейт. Болуп тур дедик да. 3 күн мейман болуп келатырбыз. Күздө той болот. Кудай буйруса, сиз куда башы болуп барасыз. Сайфулла женим да барат. Күрөшкө чыгарабыз. Сайфулла жениңди кармап ала кетпейт белеңле элекке. Билесиң го качантан бери айылга барбайт. Эже, аны эмне кыласыз? Күрөшө берсин. 25-тен 2-ни колуна карматтым. Калыңдын пулу тээп атпайбы чөнтөктө. Анан кудалар поезга чыгарбай койду. Кууп жетип алабыз дейт. Артыңардан поезиңарды кара Волга менен кууп жеттик. Келиниңиз экөөбүзгө бир купе алып койгон экен. Аш деген толуп атыр. Ошого барабыз апчы. Үкәңиз таластыктарча сүйлөп калды эже. Гүлнөр акырын какшы каралаш үн катты. Ошентип калыптыр жаман. Кызы өтпөй аткансып. Касиет апа мурдун чүйүрүп койду. Жүрүң эже, жүрүң биздин купеге. Ленинабадтан ары тажиктердин кара Волгасын жалдайбыз да айылга таластан бараткандай шаң шарап менен машинабызды пипилдетип түшөбүз эже. Алтын эже. Сүйүн өз терисине өзү батпай турду. Жүрүп атканда баса албайм. Токтосунчу. Кемпир кийине баштады. Анан Сыдыкалыга карап, сен акыл өстү токтоо бала экенсиң. Жанагы менин балакетиңди алайынымдын бою кичине, көктөйүнөн күрөшө берип өспөй калган. Пронзодо бирге окуйт экенсиңер, көз боло жүр садага, деди. Бир аздан кийин поезд бир бекетке келип токтоду. Аны муну айтышып, бирде бугун чыгарып, бирде сурашып аткан кемпир менен анын агасынын уул келини жетелешкен бойдон кайрылашып, кемпир купеде калган экөөнө батасын берип башка купеге чыгып кетти. Поезд ордунан жылды. Келиңиз, отуруңуз ага, сүйлөшүп барайык. Мен жатпаймын бәрібір. Жай калжыңдадым, деди кыз кайра жайланып, сөздү баягы экөө киргенге чейинки жерден улап. Экөө поезддин эчейин адам тамак жеген, карта ойногон, китеп окуган деги көрбөгөндү көргөн терезе түбүндөгү үстөлүнө каршы терши отурду. Кыз кимдир бирөө узатып атканда алганбы, аппак роза гүлдөрүн терезенин кыргагына тийгизип, бошогон айнек банкеге суу куюп, ошого салып коюп койду. Сыдыкалы бет маңдай отурган кыздан сүртөп, кызарып татарып, оозуна кеп келбеди. Аңгиме айтыңыз ага, узун жолду кыскартайык. Студентсизби? Ооба. Кайда окуйсуз? Фрунзеде, Айыл чарба институтунда. Ой ага, кайсы мамандык боюнча? Мал доктурлук, 3-чү курс. Мынаны кара. Мен де Жамбылда ауыл шаруашылыгы техникумунда мал дарыгерликте окуймун. Жакшы. Билесиз бул жерде ким окуган? Шыңгыз Айтматов. Казак пен кыргызга ортак жазуучу. Ооба, билем. Анан биздин институтта билим алган. Ал киши менен жакында жолугушуп өткөрдүк. Мен ыр окуп бердим. Ойбай ага, өлеңдер жазасыз ба? Кыздын кап-кара каректери балбылдап жанып кеткендей болду. Эме, жазмыш болом. Ол ага, өлеңди айта аласыз ба? Сыдыкалы ойланып, эстеп жазган ырын айта баштады. Чыңгыз ата, куш же талгыз чокуда отурасыз. Чыңгыз ата, кудуреттүү адамдай кол сунасыз. Чыңгыз ата, ааламды бүт кыдырып келесиз да, күч жыйнайсыз тоолордун кубатынан. Чыңгыз ата, ысык көлдүн боюнда отурасыз. Чыңгыз ата, көл ичинде көз карек агытасыз. Чыңгыз ата, дүйнөнү бүт айланып келесиз да, ой табасыз куушкан толкундардан. Ботогөз кол чаап, секирип үйдү да, ой ага, рахмет, рахмет. Анчалык эле, эптеп эле жаздым. Агайлар жазыла дедиле, жаздым. Анде сала аласызбы?
Мен қырғыздың әндерін жақсы көремін. Айтып беріңізші, айтпақшы, таныс болайық. Атым Ботагөз. Қыз қолын сұнды. Сіздің есіміңізші? Сыдықалы. Мен де Сыдықалы биыл техникумды бітірген соң, сіздердің институттарыңа түссем бе деймін. Bir жерде оқып, көрісіп тұрармыз бәлкім. А мен сені күтіп алам. Фрунзе менен таныштырам. Ысык көлгө, өз айлы марқатқа, анан тоғызға тоқойралатып, сары челекке алып барам. Ойбай, ағатай, сүйіндіріп жібердіңіз ғой. Ән салыңыз енді. Сыдықалы терезеден поездың ылдамдығы менен қазақтың қар басқан дарқан талаларын улам жеп баратқан көрінішке сұқтана қарап, тамағын жаңсап алып, сұлу қызға арнап обын созды. Ой, Ботагөз, бозой сені сағынған, жылытсам дейм жүрек төкі жалындан, башың екеп, бал сөзіңден таттырвай, бачым басып, өтіп кеттің жанымдан. Эй, бачым басып, өтіп кеттің жанымдан. Қалдым жалғыз, ұлытыны өзімчі, қавақ чыттың, көчеделдің көзінчі, қаравадың арт жағың ақыл чайып, қалпбей мантың, алдамчының сөзінчі. Эй, қалпбей мантың, алдамчының сөзінчі. Көрген сайын қороосынан үйімдің, көсін ұғам, гүл каралаш үніңдің. Улам жанып, жылдыз өңді жылтылдап, ұчқындары сен жақ құчат сүйімдің. Эй, ұчқындары сен жақ құчат сүйімдің. Ырдаватып қызды улам ұрдана қырап қойыт, қыздың болсы өңі тамылжып, өзінче бір ыраздай жылмаят. Кырбыткөнде екі өтен ұншықпай, оғындың ырғағына нес болып тұрды. Ой, ағатай, енді әнді керемет айтады екенсіз. Рыспайдың ыры. Біздің Рыспай сілердің Шәмші Қалдаяқовтай оғыншы. Шәмші ағаймен руласпыз. Кіші жүздің Жағалбайлы руынан. Жерлес қой. Айтмақчы, алда мал доқтыр. Айтпаңыз аға, сіздегі жолан ақында мал дәрігер емес пе? Енді өлеңдеріңізден оқып беріңіз. Менікі оқығанға болбайды. Мұқағали ақынан айт берейін. О, сүйі сен, дағылы түрі білің. Емі мен да тірілемін. Сендей аппақ қыз алдында жүгінемін. Ой, аға, ол менің сүйікті ақыным. Оның мынадай өлеңін білесіз бе? Махаббат бүгін және қарамады. Қарамады. Жанымды жаралады. Шәміл-ау, білесің бе, шын махаббат осылай қарамаудан жаралады. Мейлі, ол қарамасын түсінбесін, осылай асқақ болсын, кішірмесін, бастан ауып баратқан тал түсіме, тағдырым көлеңкесін түсірмесін. Ескермесін, білмесін, кете берсін. Бұл фәніден алаңсыз өде көрсен, дәрменсіз менің мылқау махаббатым, сірәда өміріммен өтілерсің. Екі бірдей қайғыра қалып, бірде қатқыра күліп, улам бірінен өтіп, бірі ұры құп, қазақтында қырғыздында ырлары жаңырып, айыл чарбаның студенттері мәселе Адабият институтының студенттеріне оқшып кетті. Поездың дөңгелектері тынбай шақылықтап, ар бір дуыш шығырғаны мезгілді да, жолды да жеп, екөнің айрылышар мүнөттерін жақындатып отырды. Мен түсетін бекетке аз қалды. Қыз бір уақытта қайғырғандай үн шығарды. Қап, аттың, деді жігітті сапарлаш кезден ұшынша тез өткеніне кейгендей. Қачан қайра қайтасың? Қаңтардың 14-інде шығамын. Әкемді құттықтап, малдарына дәріге беруім керек. Анда мен да ошыл пойызмен келіп, сенің бекетіңден салып алып кетемін. Атаңды неге құттықтайсың? Әкем әйгілі Шопан. Жаңы жылдың алдында Ленин орденін алды. Соған орай құттықтаймын. Айтпақшы, әкеме сыйлық алдым. Көрсетейін бе? Қыз жігіттің жауабын күтіп отырбай еле қалдайған сумкасынан тон алып шықты. Қас кірдіке. Таласқа практикаға барғанбыз. Қырғыз шеберлері тігіпті. Қазақтың қасқырының терісі деп айтқан соң өтіп кете алмай, өз ақшамы ағайдан қарыз алып қосып сатып алдым. Өзің ақша да табасың ба? Ие, бала кезден үйренгем. Жамбылда тұра алмай сенбе, жексенбі күндері ауыл аралап шығып кетіп, малдарға дәрі егеміз. Қантеп, емне қыласың? Ой аға,
Шаруа шаш етектен. Қазақ малымен қызақ. Төлдей алмай жатқан малдарды операция жасап тудырып аламын да, бұзауын анасына қоссам, бәрі сүйнеді. Мезгілі келгенде малдарды емдеп тұрамын. Еркектерін піштіріп берем. Шумен өлі түскен қозылардың, бұзаулардың аналарын айықтырамын. Мен сондай тәрбие алғамын. Аяғымды басқаннан қой артынан жүрдім. Біз жақтың ауырайы қатал. Қысқы аяз адамды емес, итті де өлтіреді. Қораларға қасқырлар тұмсық сұғады. Жігіт шаардықтарша өтіг ақтың киген аппақ қыздың ұшынтып сүйлі отқанына таң қалды. Аның көпілікті назик кеветесіне бір сырақ көз жүгіртіп, «Ұшу сен бе?» деді бір чете ишенбегендей, бір чете қақшықтай. «Мұна мен керзі етек фуфайки кигенімді көрген жоқсыз ғой?» Қыз қатқыра күліп, келе жатып өзін тық тоқтады да, «Әлді көргіңіз келе ме?» «Көргім келеді. Сен біздің арқытқа барып малдарлаш. Екеуіз екі атты мініп алып, екі құржын толтыра дарларымызды салып алып, сары челектен ары жайлауларға шығып кетеміз. Содан. Анам бізді көріп сұлу маралдар қойып, тоу башынан түшіп келеді. Біз аларға құржындарымыздан жем алып, оозына жақындатқанда, алар қолдарымызды өпкіліп, берген жемдерімізге разы бола, сенікінде құралай көздеріменен жалжылдай тіктеп тұра береді. Ой, ағатай, арманым керемет дейсіз ғой? Қыз бір нәрсені естігендей тоқтап қалды. Қане, мына тонды киіп көріңіз? Ботагөз тонды жазып, екі қолтықтан қармай жігітке күйеуге ыңғайлаштырды. Бисмилла, тоным күзге жетпесен, өзім жүзге жетейін. Сыдықали тондың жеңіне қолын салып еп, үйренген сөзін қантып айтып екенін білбей қалды. Анан екі өтен күліп еді. Қыз жігіттің тонның жақасын тартып құмтылай баштады. Ошыл кезде андан бір сонындан да сонын рахатту адамды мағдыратқан же тұрды. Жігіт қызды өзіне тартудан айвықты. Тартайын деді, анталбады. Жарасты, деді қыз. Алып жатқанда ағайма кигізіп көргенмін. Оған онша жарасқан емес. Ағайын қаншада? Жігіт қызғана түшті. Жасын сұрамадым. Әкеме жақсы болатын шығар, я? Жақшы, жылу. Е, жазы қысы дала түзде суықта жүрет. Киіп бір жырғасын. Бәрі тоң қой. Ағайыңның аты кем? Ағайым неге мұнша қызықтырып қалды? Сұрау атамда. Аты Ермек, фамилиясы Сатар. Ермек Сатар ба? Сондай, не болды? Аты да, атасының аты да менің тағамдықында екен. Жігіт тонды көңілсіз чешті. Қыз абайлап орап сумкеге салды. Анау біздің ауыл. Одан арыда әкемнің қорасы көріне бастады, деді қыз толқындана. Сыдығалы күпенің терезесінен Ботагөз айтқан тарапқа көз жүгіртті. Ақсұрып жамынған талаалар, андан адыр, андан ары бөксі туыл сияқты толпудай дөмпөген қырлар, алардың өндірілу чалқығында айылдептілі атай тұрғанға оз барбаған 6-7 там чилденің суығын шиміріп атыптыр. Асмандағы күн қышқы суыққа қалғандай қаңдақ тартып, дегереге шәкекші болып қуарып, ал қақтанып бұ дүйнені қорғып тұрғандай. Ағлам құмсарған сыватқан менен терезеден көрінген ақ қар жалт-жұлт етіп көзге чағылышады. Мұстіштеп қалған аңызда не бір қаран, не бір жандық байқалбайды. Жай көз шыбақ басқан таланы еме қар қаптап, ар-ар жердінде мал тишіне илешпей қалған сөксөлдір төткендей біріндеп қана сопойот. Көйленіп алған поезд телефондың жана электрдің тоңғын мамыларын улаан бір-бірден артқа қалтырып, қышқы тайғақ таладағы рельсаларда сыйғаланбай тынымсыз шарақтап барады. Алыс-алыста нар үркөч қырғыз толыр шаңқаят. Тақа-тақ, 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 шақа-шақ, 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 гө-гө-гө. Поезд мұнша шашатты ойлады Садықалы ішінен. Бұлардың бірге болған уақытысын уырдап, тиммеле атылған жебедей сызып алғанын қарабайсың ба? Сен ұшындай ең талады түшесің ба? Жігіт қызға таң қалада, бор орғандай да тігілді.
Ие, Сыдық, шол біздің ауыл. Ие, әкем Мәскеуге арыз жазып жүріп, осы бекетті аштырған. Оң жақта үлкен ауыл бар. Ол жаққа көлік үзілмейді. Сол жаққа бізге қарай кетеді. Ол жаққа көлік болса болады, болмасы жоқ. Жол алысты емес, тез ақ жетіп барамыз. Ал әкем болса мені әрбір өткен пойыздан дүрбімен қарап отырады. Соқпақ жолға түссем болды. Даяр тұрған уайзеген от алдырып жетіп келеді. Ал мен әкемнің мойнынан құшақтап, бөрі тонын кигізіп, бала кезімдегідей өзім сыйлаған тонына қымтаны отырып алам. Содан ұйықтап кетем. Қыздың көздері балбылдап жайнап тұрды. Анам пойыз Тала бекетіне ұмтылып келіп, желі шыққандай тоқтады. Сыдықалы қызды қолынан қармап абайлап түшірді. Ал түшірменен бекеттегі кішілерді қарады. Таныштары көрінбеді ұқсайды. Жігітке бет маңдай тігіліп, халбырған жүзіменен өзінің бетер қызарған жігітке қарап, «Аман кел, 14-ні шейін». Үшінтіді аземді қыз маржан тіштерін ача жылмая жігеттің көздеріне көзін биразға қадап тұрып, дағы бір қимыл жасайын деді бе, бір оқаға батынбай, андан соң ары бұрылып кетті. Жігет ең ақырқы вагонға ырғып шығар менен поезд орнынан жыла баштады. Анан эле ал атырылып, артқы ешік терезеге учуп жетті. Бекеттегі берейін серін адамдар кетіп, бір ғана қараған жалғыз тұрады. Ал қар басқан ақ бекет. Аппақ тончон, құндыз тебетей, ақ өтікчөн, ақ дидарлы аппақ қыз қазықтай қатыптыр. Сыдығалы өмір бойы іздеп жүрген адамын жоғытқандай, поездың ақырқы терезелерін тұтмалап, аймалап, ечке бұғын шығарып, толып ташып кетті. Ботагөз болса, поездың рейсаларын кесіп өтіп баратабы, же кир, сасық шпалдардың 3-4-тін бір аттап, емеле түшіп қалған поезді қуып баратабы, Сыдықалы түшіне өрбеді. Бара-бара қыздың қарағаны кішірейгенден кішірейгіп анан тақыр білінбей қалды. Біраздан кейін жыландай ирелеңдеген поезден аққардағы ақ бекет та, хандағы аппақ қыз да бір отолы алыстады. Сыдықалының өмірі бөт аққардағы ақ бекет болып тоқтап қалғандай терезеден ұсап кеткен тараптан көзін албай тұра берді. Ботагөзге арналып ыр жазып, аны өзі жалғыз қалған купеде қиқыра оқиды. Ақ қар басқан ақ бекетте қалғаныңды, көздерімді қарек қылып қадап алдым, темір жолдай қош сызық тағдырыбыз тыныш жанға не бір таза сезім салдың, көттірген құса қылған сапарлашым, құлжөй күлкің менен тосып алшы, көлкүйін қараныңа қағылайын, күлкіңе күлкілерім қошып салшы. Сапарда кезіктірген аппақ қызды сағынып құса болып еңсеп келем, сүйімді көздеріңе салып алдың, сені деп ая аламды кезіп кетем. Сыдықалы өзінше сүйленіп алды. Мына Ботагөз, сен айтқан Сырдайраға да келдім. Сенсіз келдім. Сырдайра сырды уағып жатады. Сен болса, атаңдың құросында малдарлап жүресің. Сен мен естедің бе? Поезді Сырдайра бойлай кетіп жатқанымды білесің бе? Алып барған, мен киіп көрген бөрі ичек атаңа жақты ба? Жақса керек, е? Атаңа мен туралы айттың ба? Айтсаң керек, е? Айттың ба? Айттың. Мен де бар өле апама да, атама да, иніме да, ежеме да сен туралы айтамын, Ботагөзім. Қиялында Шамшы Қалдаяқовтан «Сыр сұлуы әні» деген шығармасыны көп бірі-бірін улай ырдайды. Жайраңдап жазда ағатын еді, есімде қайран сыр сұлу. Таңертең сонда баратын еді, толқынға қонар бір сұлу. Аңсатса сырыңыр ән тербеп жүрегіңді, өзіңнен туған ұлың айналсын. Жайқалған ақ күрішің жаралған. Жайраңдап жаздағатын еді, есімді қайран сыр сұлу. Таңертең сонда баратын еді, толқынға құмар бір сұлу. Аңсатса сыр өңірі ән тербер жүрегімді, өзіңнен туған ұлың айналсын. Жайқалған ақ күрішің жаралған шаттық үшін
Қайран сол, сыр сұлуым қайдасың? Тұрғындай қарап толқынды, сырға бір сұлу әсем жан сыры, сәуле боп ойнап жатқандай суда, көзінің ерке жарқылы. Қайтамы сол қыз жайраңдап сырдан, толқынды шашын күн қағып, қаламы қарап жағыда тұрған күріштің басы ырғалып. Сыр бойы түгелі сол қызды мақтап, жігіттер әнін шертеді, тізілген тісі күрішті яппақ, сырдан да жаны еркеді. Жаралған шаттық үшін қайран сол сыр сұлуы қайдасың? Қайран сол сыр сұлуы қайдасың? Арқыттан ата-енесінің бір туғандарының досторының алдынан сыдығалы келген сайын эчеле кеткісі келчемес. Оқусына сөзсіз бір жұма кечігі барар эле. Бұл жолы келгеннің кетемі бат, сүйліп атып эле нес болып қалған, же жылмайып иген уылының ушунчалык өзгөрүп қалғанына апасы таң қалса, атасы ичинен кымыңдап атты. 3 күндөн кийин эле Жалал-Абадка барып, поездге алдын ала билет алып келип койду. Болгондо да 8-чи вагондун 4-чү купесинин 4 орунун тең өзү сатып алды. Анан бір вакыт өтсөчү, ботокөзгө арнап ырлар жазып, казакча болгонду ырларды жаттап, аларды кыңылдап, коюп эптеп, таң аттырып, күн кечкиртти. Белгиленген күн келип, Жалал-Абадтан поездге отурганда андан бетер убакыт өтпөй кыйналды. Апасы салып берген жаңгак, мисте, бадам, алчакак, кийик, куурдак, сарычелектин балы, дандырнан купенин баягы столунда желбей турду. Жейин дейт, жүрөгүндө эч нерсе барбайт. Анан калса ботокөз үйдүн даамдарынан ооз тийсин, анан окуусуна алып кетсин дейт. Ак кар баскан ак бекет вагондун эшик жактагы терезесинен бозору бүдөмүк көрүнүп отуруп, бара-бара дааналанды. Поезд токтой элегеле делгирген Садыгалы жерге атырылып түштү. Жок, күткөн адамы жок. Дегдеткен адамы көрүнбөйт. 3-4 адам поезден түштү, 3-4 адам поездге чыкты. Вагондордун сүйрөгөн оор эшалон жолун улады. Эмне болду? Ботокөз неге чыкпады? Сыдыгалынын жүрөгү тилинип, дили карарып, не кыларын билбей турду. Балким башка вагонго чыгып, башка вагондордон өтүп, анын жанына жарк этип күлүп жайнап келип калар. Балким поезден кечигип калып, атасы машинасы менен кууп жетип, кийинки бекеттен салып кетер, деп атты. Андан кийинки бекеттер да артта калды. Бир жума Сыдыгалы үчүн оор болду. Эч нерсеге көңүлү келбей, институт менен жатакананын ортосун жансыз бир дене сыяктуу басып жүрдү. Окуган жеринен да, жаткан жеринен да поезддин үнү угулган сайын ошол үн түн уйкусун бузуп жүрөгүн тепчип өтөт. Жума күнү Москванын поездине отурду да узатуучуларга жол киресин төлөп, өзү көздөгөн бекетке таң атарда жетип барды. Поезден түшүп калганда ээн талаадагы ак кар баскан ак бекет бороон чапкына кар тозоңу менен тосуп алды. Уйгу-туйгудан ботокөз көрсөткөн адырлар арасындагы айлы да бар жок экени билинбейт. Бул дүйнөнүн каргыш тийгендей каардуу жеринен неге келгенин, ким үчүн келгенин да түшүнбөдү. Бекеттин ичине киргенде билет саткан кассир аялдан башка эч ким көрүнбөдү. Ал Сыдыгалыны жерден чыга калгандай таңкала карап турду да: "Сен кимсиң? Кайдан келдиң?" деди оройлоно. "Тиги айыл жакта ботокөз деген курсташым бар эле, окууга келбей жатат." Жигит колун тоо тарапка жаңсап калып айтты: "Ой, ол жакка бара алмайсың. Бул боран бир басталдыма 3-4 күнсүз басылмайт." "А сиз ботокөздү тааныйсызбы?" "Таанымаймын. Бул каргыс аткыр жерде кыз турмайт. Онду бүткен соң Алматыга, Жамбылга, Шымкентке окуймун деп кеткен бойдан сол жакта бир эркектин этегин устап кете берет. 5-6 жылда бир марте төркүндөп келеді де, содан мүлдем жоголат. Сенин издеген түйе көзүңдө бирөөмөн кетип калганда." Сыдыгалынын жини келип, не кыларын билбей туруп калды. Өзгөчө ботокөздү төкөз деп алганы жанына батты. Анын ошол турушу шаар паркындагы айкелдерге окшош эле. "Булай кой", деди кассир аял
шырақтатып жаап алған көзөнөгүн кайра ачып. 200 кадамдай былайыраак кара жолго шыксаң, аялдама бар. Жарты сағаттан соң Ташкеннен Жамбылга баратын автобус өтөт. Сонымен кайта кете бер. Анан ал кассир аял айткандай эле кете берди. Күйүп аткан жүрөгүнө суу сепкендей жалыны өчөп, базар күнү жатаканасына жетип, сулк этпей нес болуп 2 сутка жатты. Сыдык алуу үчүн эмнегедир ботокөз Жамбылга окуусуна келип калгандай, экөө бир нерсе болуп табышпай калгандай боло берди. Ордунан ыргып турду да темир жол вокзалына баргысы келбей, автовокзалга келди да, Жамбылдын автобусуна барса, билет жок экен, шопурдун ортого тактай коюп берем дегенине көнүп, шамаралаш жолго чыкты. Зооветеринарлар окуган имараттын алдына келери менен көздөрү ойдолоктоп тааныш адамын издей берди. Көрүнбөдү. Ботокөздүн фамилиясын да сурап албаптыр. Бирок да Ботокөз айткан окутуучусун эстеди. Анын аты да фамилиясы да тагасыныкына окшош эмес беле? Ошону издеп тапты. Эрмек Саттар узун бойлуу, сулууча келген, кап-кара чачын жарашыктуу таранган жигит экен, кафедрасында көңүл сөз отуруптур. Агай, мен Фрунзеден келдим. Айыл чарба институтунда окуйм. Кош, жаксы. Конак экенсиң, отур, деди Эрмек агай. Сыдыгалы тартынып дивандан комай жайалды. Сөздү неден баштаарын билбей унчукту. Сиздин атыңыз менин тагамдын атына окшош экен. Казак пен кыргызда эсимдер уксай берет гой. Жок, атаңардын аттары да окшош кетет экен. Тагам Эрмек Саттаров Токойчу. Бул жагы кызык болду гой. Менин акем да орманшы. Кегенде турат. Достарынын көбү Каркардагы малчы кыргыздар. Экөө андан ары сөз улай албай, бейир кыйла унчукпай турду. Акыры Сыдыкалыдан кеп чыкты. Агай, кечиресиз, сиздин Ботокөз деген студентиңиз бар беле? Бул сөздү укканда Эрмек ордон ыргып турду. Терезеден кар сампарлап жаап жаткан сыртты карап калды. Сен ону кайдан билесиң? Агай алаканы менен чук кармап алгандай чочуп кетти. Поездде бирге барганбыз. Сол кездеби? Ошонуңуз качан? Жаңы жылдын алдындамы? Ооба. Эрмек үн чыгарбай туруп калды да. Эң акыркы көргөн өзүң экенсиң гой. Оорулуу тунду. Эмне? Эмне болду? Эрмек тили оозунан калгансып сүйлөй албай турду. Эмне, бир нерсе болдубу? Сыдыкалынын деми кыстыгып, жаны чыгып кете тургандай кыйкырып ийди. Отур, деди Эрмек. Бизде дал сендей эсеңгирип калдык. Студенттер каникулдайт. Тапканыбызча Жамбылга жыйнап, Ботокөздүн абалына тарттык. Жеткенше сенбедик. Барган менде шырайлы жүзүн көрсө кой, аттең, топурак салдык, жыладык. Кафедрада экөө эле калды. Башкалар чыгып кетти. Эрмек сүйлөп атып көзүнө жаш алды. Улутуна өшкүрүнүп, топурак салганы барганда адамдардын божомолдоп айтканын башын жерден албаган Сыдыкалыга кайталап кеп кылып отурду. Поезддан түсүп калганда булардын абалына кететин эч ким табылмаган шамасы. Акеси бармакчы экен, сол күнү төлдөө башталып, 4-5 койду төлдөткенше суукка тоңганбы, әлде балалык кылганбы, айтыр Ботокөз ауылга карай жаяулатып кетипти. Менин болжамым боюнча, сени мен поездда келгенде каскыр тонду көрсөттүмбү? Ооба, көрсөткөн. Кийип да көргөм. Сол тон. Ошол тон эмне болуптур? Каскырлар ауыз салыпты. Сол тонду практикада жүргөндө акиме аламын деп маган көрсөткөн. Казакстандын бөрлөр экен деп маган кубанычын жасыра алмай сүйүнгөн эт. Акеме сыйлык болот деп. Эрмек үзүк-үзүк сүйлөп көз жашын арчыды. Сол кезде алма десем, алмас беди. Карыш акча бермей койсам, ала алмас беди. Ботокөздүн өлүмүнө мен де киналымын. Акеси асыгып өсүгүп жолга чыгат. Улыган каскырлардын даусун эстеп, бир жамандык болгонун сезип, көлүкү менен мылтыгын алып түз келген жакка ата берет. Барса сөзбен жеткизүү кыйын, Сыдык. Ботокөздүн аягы бир жерде, колу бир жерде. Ал тонду болса бир дөң жерге тикейтип, шоңкайып отурган каскырдай кылып койгон экен. Сыдыкалы ордунан ыргып турду. Эшиктин туткасына колу жабышканын,
Dalisde baratkan studentlerdi ары beri töp kişilerinin 4-5'in birden hattap atkanın sesken yok. Sırtqa çıktı. Gökten ak buvak kar pürtükçüler bir-birini kuvalaşıp jer betin habbak düynüge aylantıp attı. Ak kardağı ak beket, andağı ak don, kunduz tebetey kiygen botu gözden karağını karakterinde tüvelek kalıp kaldı.